Ассалаумағалейкум, қайырлы күн, құрметті менің оқырмандарым. Өздеріңізбен тікелей эфирде кездеспегеніме біраз уақыт болып қалыпты. Міне бүгін сол олқылықтың орнын толтырып, өздеріңізбен осындай күндізгі уақытта, түскі уақытта тікелей эфирге шығып отырмын. Егер де менің дауысым естіліп тұрса, плюс деген белгі қоя кетіңіздер. Өйткені бүгінгі сұхбат, бүгінгі интервью өте қызықты болғалы тұр. Өткізіп алмаңыздар, эфир сақталады. Және де бұны 24 сағат бойы кез келген уақытта көруге мүмкіндіктеріңіз бар. Сонымен, егер менің даусым естіліп тұрса, және де менің түрім жақсы көрініп тұрса, плюс деген белгі қоя кетсеңіздер, артық болмас еді. Мен де сіздермен байланысып біліп отырайын. Сонымен, егер дайын болсаңыздар, эфирді бастай берейік. Кіретін адам кіріп, шығатын адам шыға берер. Енді бүгінгі сұхбат өте қызықты болғалы тұр. Мен осы сұхбатты бастамас бұрын бір кіріспе айта кеткенді жөн көріп отырмын. Қазір менің сұхбат алатын кейіпкерім күтіп тұр қазір желіде. Бірақ сұхбатты бастамас бұрын бір қысқаша кіріспе айта кетейін. 2001 жылы Астанаға келдім, Шырайлы Шымқаладан. Ең алғаш. Сол уақытта Астана деген радио бар. Қазіргі күнге дейін, оны өздерің жақсы білесіздер. Мінекей осы радиодан саңқылдаған дауыс естідім. Кешкі уақытта, прайм тайм уақытында Жанат Қабылдалумен және де Сандуғашпен өте қызықты эфир болып жататын. Мен сырттай Сандуғаштың дауысына ғашық едім, шынымды айтайын. Міне, содан менің арман қуып, сол радиоға жұмысқа орналассам деген менің арманым болды. Сол радиоға жұмысқа орналастым. Жанатпен, марқұм, және де Сандуғашпен жақынырақ таныстым. Мінекей сол Сандуғашпен әріптес болдық, кейіннен дос болдық. Құдайға шүкір, әлі күнге дейін Сандуғашпен бірге араласып келе жатырмыз. Дос ретінде ешқандай да қарамысық кесіп өткен жоқ жолымызды. Мінекей сол Сандуғаш бүгінде миллионер. Сіздер диктор Сандуғашты жақсы білесіздер. Сіздер музыкалық жүргізуші Сандуғашты жақсы білесіздер. Ал енді сол Сандуғаш қалай миллионер болып кетті деп отырған шығарсыздар. Енді мен сіздерге қызық айтайын. Бұның ешқандай қиындығы жоқ. Сандуғаш Алматыдағы Темірбек Жүргенов атындағы өнер академиясын тәмамдаған актриса мамандығы бойынша. Одан кейін Астана радиосында көптеген бұқаралық ақпарат құралдарында жұмыс істеді. Бірақ ол, қалай айтсам болады? Бірақ ол трансформация жасай алды. Мен өмір бақи журналист болуым керек, болмаса мен өмір бақи кітапханада отыруым керек, мен ол қолымнан келмейді, ол іс менің қолымнан келмейді демей, көзін жұмып, кірісіп кетті басқа салаға, мүлдем басқа салаға. Мінекей сол саланың бүгінгі таңда жемісін көріп, үлкен биік жетістіктерге жетіп отыр. Біреулер айтады ғой, маған айтады біреулер, егер сіз телевидениеден кетсеңіз, не істейсіз дейсіз? Не істеймін телевидениеден кетсем? Ары қарай өмір сүрем, мүмкін мен құрылыс саласына кетіп қалатын шығармын. Мүмкін мен стоматолог болып кететін шығармын. Егер мен стоматологияны қатты зейін қойып меңгере бастасам, оқимын, 1 жыл, 2 жыл стоматологияны, ары қарай мен стоматолог болып кетуім де ғажап емес. Сондықтан да болды, мен осы мамандықты игердім, қолымда табақтай, күректей дипломым тұр, мен осы мамандықтың есімін, мен басқа мамандықты алып жүре алмаймын десеңіз, ол мүлдем қателесесіз. Ал Сандуғаш неки барлығымызды көзімізді бақырайтып қойып, былайша айтқанда, сол стереотипті сындырған келіншек. Ендеше Сандуғаш, қайырлы күн, егер мүмкіндік болса сен маған запрос жіберсең, қазір егер мен көріп отырсын деп ойлаймын, әрине, сен маған запрос жіберсең, мен мына жерден баса қояйын. Сонымен, мінекей Сандуғаш сетевой маркетинг дейді ғой, желілік маркетингті қолға алған бүгінгі таңда. Ендеше Сандуғашпен қазір тікелей эфирде біз жүздесеміз. Егер керек дүние болса аласыздар, керек емес дүниелер болса лақтырып тастасаңыздар да болады.
Сонымен Сандуғаш Садықова. Қалай, кіріспен жақсы бастадың ба? Ал мінекей. Сандуғаш, қайырлы күн. Қайырлы күн, Данияр. Көргеніме өте қуаныштымын. Мен де қуаныштымын. Сұхбатқа шақырғаныңа рахмет айтам. Көңіл күй қалай? Көңіл күй бес, как всегда. Өте жақсы көңіл күй. Себебі біздің жұмыста өте көтеріңкі көңіл күйде жүрсең ғана жолың болады. Негізі, любой салада солай. Өзің көңілің көтере алсаң, онда міндетті түрде саған бүткіл есіктер айқара ашылады. Бүткіл мүмкіндіктер. Сандуғаш, жаңа тікелей эфирді бастамас бұрын, сұхбатты бастамас бұрын, кіріспені тыңдаған шығарсың, е? Тыңдадым, иә жаным. Рахмет саған. Алып қосарың бар ма? Мүмкін мен қателесіп кеткен шығармын бір-екі жерден. Негізі қосарым бар, бірақ алатыным жоқ. Шынымен Даниярмен нешінші жылдан бастап таныспыз дедің? Ұмытып та қалыппын. 2001. 2001-ден білеміз, Данияр Есенді өте жақсы білем, әрине бірге жұмыс істедік, менің әріптесім бұрынғы. Мен негізі Даниярға да үлкен бір промоушн жасағым келіп отыр. Мен кіріспе деп айттым ғой. Біздің тілімізде желілік маркетингте, енді бұл біз бизнес саласында жүрміз. Біздің тілде бұл промоушн деп аталады. Промоушн деген бұл мынау сауда-саттықта ең үлкен маңызды роль атқаратын нәрсе, промоушн деген. Негізі сауда-саттық тек қана желілік маркетингте немесе бизнесте ғана емес. Сауда-саттық бұл жай өмірде де адамдар қолданады. Мысалы, сен құдалыққа барған кезде сені сатады, кәдімгідей айтқанда. Мінекей сенің құда осындай жерде жұмыс істейді деп сені төріне отырғызады. Сені сатады ана құдаларға. Рас па? Сол кезде сіз аузыңызды ашқан кезде сіздің сөзіңіз өтімді, жаңағы сізді тыңдайтын болады. Сол сияқты жай қарапайым өмірде де адамдар сауда-саттықпен айналысып жатады, бірақ оны өздері білмейді. Сондықтан да мына промоушнның не үшін орны өте зор деп айтып отырмын. Бұл өте адамның кей жерде бағасын көтереді. Жақсының жақсылығын айт, нұр тасысын дейді ғой, сол сияқты әр адамның өзінің жақсы қасиеттері бар. Оны неге айтпасқа? Сол сияқты Данияр, мен де сен туралы көп жақсылық, тек қана жақсылық айтқым келеді. Данияр өте өзінің ісінің маманы, белгілі тележүргізуші, Таңшолпан бағдарламасының жүргізушісі. Өйткені ол жерге тек қана үздіктерді алады Қазақстан телеарнасына. Сонымен қатар жақсы әке, сондай ұйып отырған отбасын құрып, келіншегімен өткенде ғана көрдім, Турцияда жүрдіңдер қол ұстасып, қандай тамаша. Бұл енді Даниярдың кереметтей өзінің жасап жүрген жұмысының жемісі деп білем. Рахмет, Сандуғаш, рахмет. Жалпы мына желілік маркетинг десе, біреулердің төбе шашы тік тұрады ғой. Жалпы мен бұрыннан желілік маркетингпен айналысатын адамдарды, жалпы желілік маркетингті өте құптайтын адамдардың бірімін. Өйткені бірінші, олар үнемі позитивте жүреді. Негативке кетіп қалмайды. Және желілік маркетингпен тарайтын тауарлардың барлығы өте сапалы. Мен соған көзім жетті. Ол нарықтағы тұрған тауарлардан әлдеқайда сапалы. Мына Дональд Трамптың сөзі бар ғой, Америка президентінің бұрынғы. Егер сіз жұмыстан кетіп қалатындай жағдай болса, немен айналысар едіңіз деген бір журналистің сұрағына, мен сетевой маркетингпен айналысатын едім деп жауап берген екен. Енді, жалпы, Сандуғаш, сен радиода жүрдің, мен бір білгенім, сен қалай өз-өзіңді трансформация жасадың? Біреулер бар ғой, радиодан кетіп қалсаң, қалай болады? Ой, мен өліп қалатын шығармын, мен телевидениесіз күн көре алмаймын, мен радиосыз күн көре алмаймын, театрсыз күн көре алмаймын деген, мектепсіз күн көре алмаймын деген адамдар бар ғой. Жалпы оларға не айтасың жалпы? Адам трансформациялану керек пе қазіргі заманда? Әрине, өмірің түлкі болса тазы болып дейді. Қазір мысалға бір ғана жұмысқа қарап отыру, бұл енді мен айтамын,
бір қараңғылық шығар. Әсіресе қазір мына онлайн заманда әрқайсымыздың қалтамызда телефон жүр. Мынандай мүмкіндік беріліп тұрған кезде неге істемеске, неге ең болмаса жасап бастамасқа, өзіңді сынап көрмеске, неге бұл мүмкіндік беріліп тұр ғой. Саған Алла тағала денсаулық берді, құлағың естиді, көзің көреді. Қай жерің сенің кем немесе артық. Мен айтар едім, неге көп адам өзің айтқандай жаңағы жұмысымсыз қалай күн көрем, тек қана журналистика немесе тек қана мен мына салада жұмыс істей аламын деп не үшін айтады? Өйткені біріншіден адамдарда өзің айтқандай сетевойға кішкене образ, баяғы 90-шы жылдарда қалып қойған стереотипное мышление, сату керек деген сияқты, ой, мен өйте алмаймын ғой, мен бүйте алмаймын ғой деген сияқты өзіне бір клеймо тағып алады. Сонымен қатар көкірек, гордыня, орысша айтқанда. Ой, мен туралы не ойлап қалады? Сен өзің айттың жаңа ғана, өзің айттың. Сандуғаш стереотипті сындырған адам дедің, е? Мен біріншіден, мен өте радиода жұмыс істеп жүрді, бірақ жұмысымды жақсы көрем, рас. Радиоға әлі де барып тұрам, өткенде барып сұхбат беріп келем. Бірақ қазіргі заманда табыс көп бола ма? Ол тапқан табысым басыма тартсам аяғыма жетпейді, аяғыма тартсам басыма жетпейді. Өте сондай қаржылай жағынан өте қиналдым мен. Мен өмірде негізі қаржы жағынан өте қатты қиналған адаммын. Мені радиодан естіген адам мүмкін ойлайтын шығар, ой, қалай керемет, жұмысы тамаша. Бірақ оның жұмысы тамаша болғанмен де ол бір хобби сияқты ғой, барасың, адамдар сені тыңдайды, бір творческий жұмыс сондай, оған да дайындаласың. Ол да қиын жұмыс, өте қиын, оған қатты дайындаласың. Бірақ сол қиындығымен қоса ақшасы көп емес. Мен көңіл толатындай болған жоқ мен үшін ақшасы. Ал енді тек сол хоббимен айналысып жүріп, үй салуға, жаңағы элементарно, күнделікті материальный, кешкі жабалған мысалға үй алуға, шетелге баруға, бала шағамды өздерінің қалаған құжаттарына беруге. Бұл элементарные какие-то, орысша айтқанша, потребности базовые, материальные потребности. Соларды мен жабылған жоқпын. Сондықтан да менде мүмкіндік басқа выход болған жоқ. Менің бір әкім отырған бір әке шешем, бір кереметті бизнес маған қалдырып кеткен туыстарым болған жоқ. Былайша айтқан кезде. Менде выход болған жоқ. Сондықтан да мен ойладым, мен біреу үшін өмір сүріп жатқан жоқпын. Әрбірден кейін. Менің өмірім бұл менің өмірім. Маған біреу күлсе, күледі кетеді. Ары кетсе. Ең страшный күледі. Кімге күлмей жатыр? Күлсе, енді оның өзінің проблемасы, күлсе қояр, білмеймін. Бірақ мен өзіме сондай жол таңдадым. Маған ақшасы жаңағы көп бір жұмыс керек болды. Ақшасы көп бойынша. Мен бұндай нәрсені сетевой маркетинг, яғни желілік маркетингтен көре алдым. Сондықтан да келдім, шынымен де, бірақ келгенде де жаңағы шынымен күлкі болғым келген жоқ, үздік болғым келді, қолымнан бар жаңағы қалай айтсам екен, қонышынан бастым ғой. Істей алсам да, істей алмасам да, жаңағы өзімді, ең біріншіден өзімді ашық жаңағы ұстадым. Көрсеттім елге. Мен осы салаға келдім, осымен айналысам, ұнасам да, ұнамасам да, мені осылай қабылдайсың. Вот. Тем более, желілік маркетинг бұл бүгінгі ғасырдың, 21-ші ғасырдың өте модный жұмысы, өте ыңғайлы жұмысы. Өйткені әр адамның қалтасында телефон. Неге оны пайдаланбасқа? Біреудің өмірін бақылап отырады. Анау вайнын қарайды, ананың вайнын, ананың өмірін, ананың несін зерттеп қарап отырады. Уақытын текке кетір. Ал уақыт дегенің бұл ең үлкен валюта біздің өміріміздегі. Сіздің уже қалтаңызда үлкен валюта, телефон, уақыт, соны пайдаланып ақша жасауға болады. Осы интернет арқылы. Дұрыс айтасың.
мынау телефонды енді жаңа технология ғой бұл енді. Біреу басқа мақсатта пайдаланады, енді біреу пайдасына пайдаланады. Мысалға, енді әншілердің өмірін аңдып отыратындар да бар. Соны тиімді пайдалануға жұмсаса ғой мысалға. Енді желілік маркетинг деген кезде жалпы о баста мына туған туысқандар, дос жарандардың арасынан ой сандуғаш желілік маркетингке кіріп кетіпті, сетевичка болып кетіпті деген әңгімелерді естіген шығарсың. Естідім. Ондайды қалай қабылдадың? Маған әрине оңай болған жоқ. Сондай әңгімелерді естідім, бірақ менің бір жақсы жерім деп айтайыншы. Әр адамның бір туа біткен мінезі болады ғой, былайынша айтқанда. Менде бір здоровый пофигизм бар. Бұл да керек екен негізі. Әсіресе бизнесте здоровый пофигизм болу керек шығар. Егерде әр адамның ойбай, жаңағы айтқан сөзіне сен құлақ аса беретін болсаң, онда мен сандуғаш болмаймын ғой, онда мен сөйлеген анау Айнұр немесе Майра, онда мен сол адам болу керек шығармын. Өйткені мен сол адамның ойымен өмір сүрсем мысалға. Сырттай айтылды, менің тіпті анам айтқан сандуғаш, ойбай, мынандай керемет жұмысың, дубляж режиссерысың деп, мысалы, мен еще дубляж режиссері болып жұмыс істедім ғой. Өте жақсы көрем кино саласын, өте ол мен сол кино саласының да режиссерлықтың да үздігі болдым. Бірақ айтып отырмын ғой, мені көңілім толмағаны бұл ақша жағы. Тек со жағы ғана. Миллиондар төлесе Голливудта сияқты. Пожалуйста. Сосын мынандай бір сөзі бар. Ты стоишь ровно столько, сколько тебе платят на работе. Ты стоишь ровно столько, сколько ты зарабатываешь, дейді айтпақшы. Сонда мен ойладым, мен сонда 100 000 теңге тұрам ба? Сондай сайрап тұрған миым бар, сақылдап тұрған тілім бар, қаншама кітап оқығам. Сонда мен 100 000 теңге тұрам ба сонда? Неге осы менің бүткіл білімімді, осы бойымдағы бүткіл қырларымды әнді де айтам, жаңағы керегіне сөзді де сөйлейміз, біліміміз де бар, 2 высшее образование, қаншама стаж жұмыс, анандай да жұмыс істедім, анандай да жұмыс істедім. Неге мені 100 000 теңгеге бағалап тұрма сонда? Так, значит мен... Так не пойдет. Так не пойдет. Значит мені действительно миллионға бағалайтын жұмысқа бару керек деп мен іздедім ғой. Миллионға бағалайтын. Сол кезде мен желілік маркетингке келген кезде, бізде мынандай маркетинг план деген нәрсе бар. Маркетинг план деген ол бір жоба, маркетинг жоба. Яғни, сен қалай жұмыс істейсің, солай саған ақша төлейді. Енді былай, грубо говоря, мысалы ресторанда поварға 100 пирожки пісірсең, 20 000 теңге төлейміз, 200 пирожки пісірсең, 50 000 теңге төлейміз деген сияқты ғой. Сондай маркетинг жоба бар. Сондай маркетинг жобаны, жас компанияны көріп, сондай маркетинг жобаны көріп, масқара, мына жерде деген тұнып тұрған ақша екен. Мен мынаның шыңына шығалам деген өзіме серт бердім. Мен арман қуып келдім желілік маркетингке. Құрдан құр босқа ерігіп келген жоқпын. Мен арман қуып келдім. Мен осының шыңына шығамын, үлкен ақшаларға қол жеткізем деп келген адамын. Ол туралы біз қазір сәл кейінірек айтамыз, жетістіктер туралы. Расында да дұрыс айтасың, адам заманның түлкі болса тазы болып шал дейді. Өткенде де медиа орталықта бір журналист жігітті көріп қалдым. Қалай десем, ой жүрміз ғой, әйтеуір ілініп салынып. О, вот, ілініп салынып. Ұнаймайды жұмысың десем, жоқ, ұнамайды дейді. Онда болса таста да кет дедім, қазір заявление тастады, жазда кет. Менің кредитім бар ғой, менің басқам бар ғой, мен ондай болса жүре бер деді. Сол сияқты адам өзіне жан рахатымен айналысатын дүниемен шұғылдану керек деп ойлаймын. Ал енді жетістіктерге жетпес бұрын желілік маркетинг өте көп. NL бар, Herbalife бар, және айта берсек өте көп. Неге именно осы желілік маркетингті сен таңдадың? Қалай таңдадың? Енді бұны қалай таңдадым дегенге келмес бұрын, жаңағы сенің сөзіңне кішкене не айтайын, ілініп салынып жүрміз ғой дейді мысалға. Неге кетпейді, неге заявленияны жазып, неге кетіп қалмайды? Өйткені өз-өзіне сенімсіз.
сенімсіз, мен кетіп қалғаннан кейін мен не істей аламын, мен деген, ол үшін өзің айтқандай трансформация керек. Ол үшін, трансформация сен қалай боласың? Кітап оқу керек, көзді ашу керек, видение жоқ, видение. Негізі мына біздің желілік маркетингте қандай жағдайда адамның қолынан келеді бұл бизнес? Қандай жағдайда айтайын ба? Ол өзі шешімді қабылдап, өзі 100% өзіне жауапкершілікті алып, жұмыс істеп бастаған кезде. Мысалы, егер де мен сандуғаш, басқа бір адамға істейсің, сенің қолыңнан келеді деп, ол тіркеліп, бірақ ол өзіне сенімсіз болып тұрса, ал мен сенімдімін ол үшін, бірақ ол өзі сенімсіз болып тұрса, ол өз-өзіне 100% жаңағы жауапкершілікті алмаса, дым да болмайды. Ештеңе де болмайды. Менің қалағаным не пойдет, ол өзі қалау керек. Понимаете? Өзі қалау керек, өзі жасап бастау керек. Болды, мен мақсат қойдым, істеймін, не болса да деп, егер де мақсат қойып, өзі 100% өзіне жауапкершілікті алып істесе, онда міндетті түрде нәтиже болады, міндетті түрде. Мен солай сөйтіп келген адаммын желілік маркетингке. Ал енді ана адамдарды неге кетіп қалмайды, неге заявление жазып кетіп қалмайды, неге басқа өзінің қырынан көрмейді? Өйткені мына кішкене жетпейді мына жерде. Өспеген бизнеске жалпы развитиеға көзқарасы жоқ, видение жоқ. Ол үшін кітаптар бар, керемет. Мысалға мен мына жерден айтайыншы, мына Рэнди Гейдж «Почему мы больны, глупы, бедны» деген кітабын оқыңыздаршы, көздерің көп нәрсеге ашылады. Адамдар меммен өмір сүреді, мем деген нәрселер бар. Сонымен қалыптасып қалған, бүйтіп рамка болып қалған миларының бәрі қатып қалған, қатып сеніп тұр сіресі. Енді әрине ол өз-өзіне сенбейді ендеше. Сондықтан да кітап оқыңыздар, көздеріңізді ашыңыздар. Мейлі, мен айтпаймын желілік маркетингке. Мүмкін сіздің жолыңыз басқа бір салада болатын шығар. Неге сіз міндетті түрде бір нәрсеге жабысып қалу керексіз? Сіз қазір 30-дасыз, 40-тасыз, даже 50-де болсаңыз да басқа бір саланы көруге болады. Бірақ 80-де, 70-де уже поздно болады. Сондықтан қазір ойланыңыздар. Енді мен мына жаққа неге келдім? Именно қазіргі айналысып жүрген бизнеспен осы компанияға неге келдім? Өйткені енді шыны керек, екінің бірі қазір желілік маркетингте профессионалды түрде, кәсіби түрде жұмыс істемесе де, затын алып, тұтынып, пайдаланып жүр. Дұрыс па? Мен де 10 жыл бұрын мына Faberlic деген компанияның затын алып, пайдаланып, тұтынып жүрген адам болатын. Енді әйел адам болғаннан кейін каталогты аласың, қарайсың, қызығасың. Сол кездерден бастап менің мына коробкам, мына шариктерім өзгере бастады. Миымдағы шариктерім сол кезден өзгере бастады менің. Маған желілік маркетингте мынандай мүмкіндіктер бар ғой деп маған көрсеткен кезде мен сол кезден бастап ойланып, мүлдем бұл салаға көзқарасым сол кезден бастап өзгере бастады. Сосын, ал мына бизнеске 3 жыл бұрын, осы қазір айналысып жүрген компаниямда келген кезде, уже точка болды, мына жерде тұрды уже. Жалдамалы жұмыс мына жерде тұрды. Өйткені, жаңағы айтқанымдай, ақшасы аз, әлі что-то өмірім өзгерген жоқ, что-то миллионер болған жоқпын, жұмысым керемет, бәрі тамсанады, туған туыстарым мақтанады, ой, менің қызым радиода істейді, ой, менің қызым дубляж режиссер деп мақтанады, мысалы, тек қана мен үшін мақтанады, бірақ менде не бар? Мен отырдым да, жасым 41-де, 42-де. Что я достигла в этой жизни? Вообще, мына пирамида Маслоу деген понятие бар. Пирамида Маслоу бойынша білесің ғой өзің. Мына қаржылай сенің мынау материалдық, егерде тесіктерің жабылмай тұрса, сенің, оказывается, мына өмірің кереметтей өзгеріп кетуіне мүмкіндік жоқ. Білмедім. Мына материалдық жағдай өте маңызды адамда. Материалдық жағдай. Үй, машина, ай сайын айлық, путешествие. Сондай нәрсені көрмеген адам, ол еш уақытта баймайды. Арғырай, ода развитие болмайды. Ең алдымен, әр адам соны ойлау керек та, соны жабу керек.
сол тесіктерді бітеу керек. Сіздің үйіңіз, егер де тесік болып тұрса, сол үйге береке бола ма? Сол үйге байлық келе ма? Айтыңыздар. Тесік, ана жерден тесік үңірейіп тұр, ана жерден терезең жоқ, үңірейіп тұр. Сол береке не болады? Адам алдымен өзінің материалдық жағдайларын жаңағы пирамида Маслоу бойынша жауып алу керек. Ал менде сол материалдық жағдай страшно, хромать етіп тұрған кез ғой енді. Қай жерден мен жақсы ақша таба аламын деген ойлар келе берді. Интернеттен қарап отырып, қазіргі енді басталып келе жатқан жас компанияны таптым. Оның үстіне бұл негізі қазір компания өте финансовый пирамидалар бар, сетевоймыз деп жамылып алады. Бірақ финансовый пирамида бұл опасно, бұл жерде болады. Продукция бізде табиғи таза, натуральный, яғни табиғи, миссия бар. Яғни өз-өзіңді табиғи таза продукцияға үйретіп, басқаларды да жаңағы денсаулық алуға шақырасың. Яғни былайша айтқанда. Сөйтіп, сондай компанияны мен таптым. Қазіргі кезде болды. Сонымен қатар ассоциация прямых продаж деген қазақша қалай болады екен. Сондай ассоциацияға кіретін компания. Сонымен қатар бұл не компания? BOC деп аталады екен, е? Иә, BOC, яғни елдің компаниясы, Америка құрама штаттары ма, Германия ма, Австрия ма, жоқ әлде Қытай ма, жоқ әлде Қазақстан ба? Бұл Францияның компаниясы, біздің президентіміз, өзі ол француженка, фармацевтика ғылымдарының докторы, жай адам емес, өзі медик. Бүткіл біздің продукцияның формуласын ойлап тауып, сетевой маркетинг арқылы Россиядан жұмысын бастады. Сондықтан да менен сұрайды, неге сіз табиғи таза деп айтасыз, ал продукцияның несі, сапасы, натуральный продукция үшін бұл өте арзан ғой дейді. Өйткені Россиядан келе жатыр. Ал негізгі компания Францияда қалады. Не сатады? Қандай тауар? Тауар өте көп. Өте көп. 5000-нан жоғары ассортименті бар. Бұл әйелдерге, еркектерге, жаңағы тіс жуатын, бас жуатын, үй жуатын, ыдыс жуатын, бәрі бар. Косметика, БАДы, яғни БАДы деген витаминдер денсаулыққа. Осының бәрін алып отырып, бәрі табиғи таза. Маған бір ұнайтыны жай химия емес мысалға. Бұл кәдімгі денсаулыққа келеді. Ал денсаулық бізде денсаулық қанша дегенмен. Бізде қаншама псориаздан жазылып жатыр, псориаз мысалға. Неге олар псориаз болып қалды? Неге аллергия? Өйткені мына Фэри деген дүкеннің жаман продукциясымен мысалға ыдыстарын жуады. Кішкентай шақалақтардың өзі аллергия болады. Өйткені оның кірді, жай, мысалы, Ариэль деген сияқты фосфатный порошоктермен жуады. Фосфат бар. Сондықтан да ал фосфат киімде қалып қалады екен. Шаң қалып қалады. Күй дейді орысша. Сол киімді киіндірген кезде, мына денеден қожамыздың бәрі тесік одан кіріп, аллергия алып келеді. Одан кейін БАДы дейді ғой, жалпы мына Жапонияда жұмысқа қабылдайтын кезде бір графа тұрады екен. Сіз БАДы ішесіз бе деген. Егер БАДы ішпейтін болса, жапондар жалпы жұмысқа берілген халық қой, оларда ауруға болмайды. Оларда жаңағыдай 2-3 күн, бір апта больничный алуға болмайды деген сияқты. БАДы ішесіз бе деп сұрайды екен. Қанша жылдан бері ішіп жүрсіз және БАДыдың түрі қандай деп. Егер сіз БАДы ішпейтін болсаңыз, биоактивиялық добавка ғой, қоспалар. Ішпейтін болса, онда жұмысқа қабылдамайды екен. Соны біздің қазаққа үйрете алмай жүрмін мен де өзімде. Мен өзім БАДы қолданамын. БАДы қолданамын жалпы өзім. Мен Гербалайф компаниясының өнімін қолданамын. Енді BOC-ді қолданатын боламын бұдан былай. Жалпы мен бұнымен айналыспаймын, бизнес көз ретінде қарамаймын, жалпы өзім сатып алып қолданамын. Түпәй, мысалға, ол БАДыдың
көктемге қарай, күзге қарай әсері өте зор. Сол сияқты BLC-дің қандай өзінде жалпы халықтың отзывтары қандай, жалпы нәтижесі қандай нәтиже көрсетіп жатыр? Отзыв өте көп, витамин бойынша өте көп. Дұрыс айтасың, БАДиді қазіргі заманда, қазір мысалы біздің тамағымыздың бәрі пустой құрамында, мысалы нанды алайық, басқа бәрі пустой, бәрінің қоспа бар, химия қосады. Мысалы, дүкеннің қазіргі қияры, бәдрен дейді бір жерлерде, қияр, огурцы. Соны өз басыммен жей алмаймын. Дәмі біртүрлі жаман, сасық па бірдеңе. Неге? Өйткені ол нитрат дей ма, бірдеңемен өседі әйтеуір. Оны тез өсіруге тырысады да, өйткені оны тез сату керек, дұрыс па? Сондықтан да оны тез өсіру керек. Яғни дәрімен өсіріледі. Ол не болады? Ол біздің ағзамызда қайда барады да, сенің бауырыңа барып отырады, барады да көзіне, миыңа барып отырады. Сосын барып не пайда болады? Аллергиялық реакциялар пайда болады, мысалы. Өз-өзің сезінесің деген сияқты. Ендеше біз не істей аламыз? Біз әрине одан қашып құтыламаймыз. Оны жейсің по-любому. Оның бәрі сатылып жатыр. Пожалуйста, жей ғой. Бірақ соған қоса мүмкіндік бар ғой, мінекей, мынандай БАДи. Айтпақшы, мен білгенімдей мынаны әкеп қойыппын ғой мына жаққа. Мен жаңа логотипін көрсетші деп айтайын деп жатыр едім. Жақынырақ көрсетесің бе? Міне, өз басым, мен өзімді айтайын, алдымен. Сосын барып командамды айтам, қандай нәтиже алғандар. Өз басым, мынау здоровое сердце деген осы БАДидан менің давлением қазір көбінесе 120-80 болып жүр. Негізі мен гипертоникпін. Мен давлением сақылдап 150-ге де шығып кетеді, 160-қа да шығып кетеді. Әсіресе сөйлеген кезде өзім эмоциональный адаммын ғой. Ал енді өзімнің денсаулығымды қалай ұстап тұра аламын? Мен химиялық дәрілерді алған жоқпын, ішкен жоқпын, рас айтамын. Мүмкін біреу айтатын шығар, дұрыс емес. Оған да келісемін. Бірақ бұл менің таңдауым. Это мой выбор. Әр адам өзі таңдау жасайды. Мен сізге бірдеңе десем де, сіз маған құлақ аспауыңызға болады. Сіз өзіңіз таңдау жасайсыз, иә? Сол сияқты мен мынаны ішемін деп таңдау жасадым. Осы БАДиларды. Және өзім осыдан үлкен нәтиже көрдім. Сонымен қатар, мысалы, жаңа айттым ғой, барып сенің миыңда жиналып қалады ана химия, ана жақта жиналып қалады, ана бір органда жиналып қалады. Бізде, мысалға, антигелин деген керемет тамаша БАДи бар, яғни антипаразитарный. Мына бүткіл ішіндегі грибок, сасып быққан, жиналып қалған, тоқ ішекте қаншама нәрсе жиналып қалады, иә? Соның бәрін шығарады организмнен. Сол арқылы аллергиясынан 40 жылғы аллергия, 40 жылғы жаңағы экзема, 40 жылғы жөтел. Бізде қаншама командада болып жатқан енді отзывтарды, енді мен мына бір ғана эфирде айтатын болсам, 10 эфир жетпейді оған. Бірақ өте көп керемет нәтиже алып жатқан адамдар өте көп. Комментарийде де жазып жатыр, енді осы БАДиді жалпы осы компанияның өнімін қолданып жатқан қыздар, жігіттер болу керек. Жалпы жақсы дүниені жақсы деп айтады ғой, жақсы емес, дүниені жаман деп айтады. Енді жақсы түсінікті, BLC компаниясының өнімі туралы біз түсіндік. Енді бұны әрі қосымша бизнеске де айналдыруға болады. Сен соны айналдырып та жүрсің. Иә. Машина міндің. Иә, машина. Алдың. Не? Естімей қалдым. Квартира сатып алдың. Сатып алдым. Мінекей компанияның атынан квартирада отырмын, иә. Енді осыны өзіңнің аузынан естейік, жалпы қалай? Біреулер отыр ғой қазір жұмыста жаңағы 100 000 теңгеге таңнан қара кешке дейін. Мүмкін солар келіп айналысуға болатын шығар. Қолынан келе ме олардың? Келеді, қолынан келеді. Және тағы да қосарым, адам өзі қалап келу керек. Өзі, өйткені адам өзі қалап келсе, оған біреудің анау піші сөздері вообще қақпайтын болады ол. Ондай сөздер. Өйткені ол өзі қалап келді. Өзі мақсат қойып, жасаймын деп өзі таңдады, и ему параллельно будет. Что там про него говорят? Мен сөйтіп келген адамын, және менің айтарым, сіз егерде сіздің қазіргі жалдамалы жұмысыңыз болса, наемная работа дейміз ғой, сіз сонымен қоса бұл бизнесті бастай аласыз. Спокойно. Мен сөйтіп бастадым. Мен эфирде отырам. Өзің білесің ғой, Астана радиосында жұмыс істедім мен.
осы бизнесті бастаған кезде мен Астана радиосында жұмыс істеп жүрген адам болатын. Мінекей эфир қосылады, микрофонға сөйлеп отырам. Эфир қызыл ана не өшкен кезде, хоп, резко телефонға кірем да, команда, давайте, деп жаңағы жұмыс жасаймын. Маған сол жалдамалы жұмыс кедергі етті ма? Жоқ, қолымда телефон бар ғой себебі. Егер де бұрынғы заман сияқты, анау 90-шы жылдар сияқты бір офиске барып, қайта-қайта сол жерге адамдарды шақыру керек болса, мен мүмкін жасай алмас едім. Өйткені мен значок тағып алатын еді ғой баяғыда. О телефон жоқ кезде. Я значок тағып алып далада жүретін. Спроси, неме еді анау, я знаю, как похудеть, спроси меня как, деп Гербалаевтың адамдары жүретін. Қазір оны өйтудің қажеті жоқ қазір. Мен айтып отырмын ғой, это модный бизнес, это современный бизнес, заманауи бизнес. Мінекей, сен үйден шығып отырсың деп ойлаймын, мен үйден шығып отырмын мысалға. Бізге бір студияға барып, боянып, сыланып, дайындық керек болды ма? Жоқ. Сол сияқты сіз де любой жерден телефонға кіріп кетесіз де, бұл бизнесті алып спокойно жүре аласыз. Сосын, егер де бастадыңыз, жаңағы болмай жатыр, сіз уже 1 жыл жүрсіз, қолыңыздан келген жоқ, 1,5 жыл болды, өйткені бұл жерде жұмыс істеу керек. Сразу айтам, бұл жерде жұмыс жасау керек. Бұл анандай розовый очкиді шешіңіз. Кейбір адамдар, розовый очки тағып алады да сөйтіп келеді біздің бизнеске. Бірден байым деп. Жоқ, сразу айтам, бірден байымайсыз сіз. Сіз, может, бір 2-3 айда бір 60-70 мың теңгеге шығасыз. Жарты жылдың ішінде 150 мың теңгеге шығасыз. Бірақ бірінші айдан бастап сіз миллион алмайсыз. Сіз постепенно келесіз табысқа. Сразу айтам, өйткені бұл да жұмыс. Сөйтіп, бірақ бұл жұмыстың кереметтілігі сіз миллионға жетесіз. Егер де табан тіреп, ары қарай жұмыс істей беретін болсаңыз. Сөйтіп мен өзімнің жаңағы жалдамалы жұмыспен бірге қатар алып жүрдім алдымен. Сосын барып, сол 100 мың теңгеге жеттім ғой мен осы жерде. Ана жерде алып жүрген 100 мың теңгеге жеттім осы жерде. Сосын барып, ол жұмысты тастадым. Бірде жұмысты тастай салып, басыммен мына жерге кіріп кетіп, мен сізге олай кеңес бермеймін. Өйткені сізде негатив пайда болады. Өйткені сіз бірден ақша күтесіз. Мына жерде миллиондар бар, кірдіңіз, жаңағы тіркелдіңіз, сразу сізге 100 мың теңге ешкім бере алмайды. Сіз ана жерге де жалдамалы жұмысыңызда мүмкін сіз майыңызға, чайыңызға, үйіңізге күнделікті жарататын ақшасы ол дұрыс емес. Егер де сізді асырап отқан күйеуіңіз болса, пожалуйста, онда істей аласыз солай. Егер де сіздің күнделікті қарап отырған наныңыз сол сіздің жаңағы айлығыңыз болса, онда қоса алып жүре аласыз бірден кіріп. Сосын, маған бұл жерге ұнайтыны, мен айтып отырмын ғой, даже адамның қолынан келмесе де, ол бұл жерден білесіз бе, ол сонда да нәтижелі болады. Өйткені бұл жерден ол денсаулық алады. Денсаулық. Зубной пастаның құрамында химия жоқ. Күнделікті бас жуатын, дене жуатын гель задушаларда химия жоқ. Жаңағы бүткіл біздің пайдаланып жүрген, қазір менің пайдаланып жүрген өнімде ешқандай химиялық қоспа жоқ. Яғни, ол байлыққа қадам жасады ма деген сөз? Жасады ма? Бай болуға бір қадам жасады ма, яғни? Осы уже продукцияны тұтына бастаса. Жасады ғой, дұрыс па? Өйткені ауылда отырып та жасауға бола ма негізі? Ауылда отырып та жасауға болады, интернетіңіз болса, 100%. Любой жерден жасайсыз. Мен шетелге де барып жасадым, үйде де ауылға да кетіп қалдым мамамның қасына жазда. Сол жерден де жасадым. Енді сен қазір қандай, осы 3 жылдың ішінде қандай нәтижеге қол жеткіздің? Машина, квартира, айлық, ай сайын түсіп тұратын бір қандай бір қаржы бар ма? Өте жақсы қаржы бар. Мен тіпті қазір депутаттан да көп ақша алатын шығармын. Бірақ мен таза өзімнің еңбегіммен, депутатпен мен өзімді салыстырамаймын. Өйткені мен таза еңбекпен, қара жұмыспен жеттім. Айына қанша аласың? Миллионнан астам ғой енді. Кейде 2 болады, кейде 3 болады, 4 де алдым. Негізі осы 3 жылдың ішінде 150 мың евродан астам ақша алдым. 3 жылдың ішінде.
Евромен түседі. Ой, 150 деп ғой, не деп тұрмын қазір. Теңгеге шаққанда сол миллион десе енді теңгеге шаққанда. 150 и выше тысячи евро. 150-тың қазақшасы қалай еді? Ұмытып қалдым ғой. Саған бұл ақша ай сайын түсіп тұрады ғой кәдімгі картаңа, иә? Әрине, ай сайын түсіп тұрады, өйткені мен қазір уже команданың көшбасшысымын. Үлкен структура бар. Қазақша атадық проекттің атын. Ең керемет деп аталады біздің проекттің аты. Ең керемет. Және біз номер 1 рейтинг әлем бойынша, мен қазір номер 1 лидермін. Бүткіл әлем бойынша. Мен компанияға келгенде, бірақ компания уже 5 жаста болған. 5 жаста болды. Қазір 8-де. 3 жыл болды мен істеген. Мен келген кезде менен алдын уже лидерлер болды, топ лидерлер болды, номер 1-лер болды. Бірақ біз ең керемет атты проектпен топты жарып, қазір 1-ші орында тұрмыз. Уже 14 ай болды менің осы компаниясында номер 1 лидер болғаныма уже 14 ай қатарынан болып келе жатыр. Керемет. Онда сен радионы қайтесің десең де. Не? Тағы да жетістік туралы бәрін айтқан жоқпын әлі. Жетістік туралы. Айта берейін ба? Сонымен қатар, енді вообще негізі мына желілік маркетинг деген бұл өте адамға, білесіз бе, нені береді? Признание. Қазақша айтшы. Признание қалай болады? Я признаю тебя. Признание, яғни айта берейін, Сені мойындаймын ғой, мойындау ғой. Мойындайды, сені сахнаға шығарады, саған чек береді, сені мойындағанда да сені қаржылай кереметке мойындайды, әсіресе, мына шығармашылықтың адамдарына, мен шығармашылықтың адамын деп есептеймін өзімді. Признание өте қатты керек. Признание өте қатты қажет. Вот менің командамда тіпті шығармашылықтың да адамдары бар, шығармашылықта жүрмеген адамдар бар, әртүрлі контингент, Менің бір байқағаным, бәріне де признание ауадай қажет. Ауадай қажет признание. Енді, мысалы, обычный әйел үйде жүрген, бала шағасы бар, ол признанияны қайдан алады? Жарайды, жұмыста сен жүрсің. Жарайды, Данияр Есенді признание жасап жатыр. Сен экранға шығып жүрсің. Бірақ жай қарапайым журналист признанияны қайдан алады? Мен мысалға, радиода жұмыс істеп жүрген кезде Шабыт фестивалінің лауреаты атандым. Ең үздік радио хабары номинациясында мен жаңағы лауреат атандым. Сол кезде жарайды, маған берді сертификат. Бірақ ақша берген жоқ. Білесіз ба? Ондай признанияның, мен не істеймін ондай признанияны, айтыңызшы. Ақша жоқ. Ал енді мына біздің компанияда мені басына көтереді, рейтингке шығарады бірінші қып. Қалай жұмыс істеймін, солай признание жасайды. Бұдан құр емес. Еңбек жасаймыз мына жерде. Өліп, көзіңнің майын тамызып, телефонға қарап отырасың, командамен жұмыс істейсің. Это работа. Ақшамен ынталандырып отырады ғой. Ынталандырып отырады ақшамен. Сондықтан да, және бұл жерде айлық өспелі. Сөйтіп мені тағы да немен ынталандырды дейсіз ғой. Маған аспандағы жұлдызды сыйлады компания. Аспандағы жұлдызды. Мінеки сертификат. Мынау балық шоқ жұлдызындағы бір жұлдызды менің және менің күйеуімнің атымен атады. Аспанда Сандуғаш және Мұхтар деген жұлдыз бар енді. Міне кәдімгідей астрологияда каталог небесных тел деген бар екен. Сол жерге менің атым еніп отыр. Мінеки Сандуғаш Садыкова и Мұхтар Халдарбеков владельцы именования звезды. Мінеки в созвездии рыбы. Мінеки осындай және премиялар, жаңағы ынталандыру, жаңағы машина, квартира, соның барлығы ынталандыруға жатады. Машинаның маркасы қандай? Hyundai Accent әзірге. Салоннан жаңа. Где-то қанша тұрады ол бағасы? Қазір бір 5-6-7 миллион тұрады ғой деймін солай.
Енді сен қазір жұмыс жасадың, 3 жыл, осындай жетістікке жеттің, астында Hyundai акцент бар, үсті пәтерің бар. Енді былайша айтқан кезде қажеттіліктердің бәрі бар ғой, енді өзіңе қажеттіліктердің бәрі бар. Құдайға шүкір, Аллаға шүкір. Енді сен жұмыс істемеймін, шаршадым деп жатуыңа бола ма? Ондай кезде ақша түсе ме? Ай сайын 2 миллион түсіп тұра ма саған? Әрине, егер мен мүлде қазір ештеңе істемесем де, маған ақша түсіп тұрады. Енді 2 миллион болмаса да, соның жартысы түсетін шығар деп ойлаймын. Бірақ бұл бір қызық, мынау желілік маркетинг деген қызық. Енді келіп жатқан адамдардың ойында сондай нәрсе бар. Келем, кішкене жұмыс істеймін де, бриллиантқа шығамын да жатам деп ойлайды. Иә? Істемеймін. Бірақ бұл бір қызық екен. Сен өскен сайын құлшына бересің. Жатпайсың дейсің ғой? Бір сөзбен айтқанда жатпайсың дейсің ғой? Алла қаласа, мен мысалға қара, мен золотой вице-президент деген статусты аштым. Бұл ең бірінші рет компанияда. Менен бұрын ешкім ашпаған бұл статусты. Золотой вице-президент статусын тарихта, вице компаниясының тарихында мен ашып отырмын. Менің алдымда ешкім ашпаған. Енді мен айтайын. Енді сол 5 айдан кейін мен жапсам, егер де осы статусты, маған 28 000 евро премия төлейді. Олай болса, мен қалай жатам? Одан кейін ағарай, оны 28 000 евро алғаннан кейін, ағарай тағы да бір мотивация шығады, е? Тағы да бір мотивация, тағы да евролар, тағы да бір үлкен премия тұрады. Соған қарай жетсең, тағы да тұрады. Қандай керемет мысалға. Күндердің бір күнде анау Франциядағы француженка айтуы мүмкін. Давай сандуғаш, менің компаниямның активтерін бірге жүргізейік, совет директоровтың қатарына кір деуі де мүмкін ғой, да? Мен и так совет директоровтамын. Мен привсоветтің мүшесімін, я, бірінші мүшесімін. И так совет директоровта мен бармын. Уже. Бұл компания өліп қалмай ма күндердің бір күнінде? Міне қазір енді бүгін ертең айналысамын деп отырған қыз-келіншектер бар, жігіттер бар ғой енді бәрі. Олар енді айналыса бастағанда бұл компания хоп біте қалмай ма? Негізі бұл өмірде ештеңеге гарантия беруге болмайды. Адамның өзі өліп қалады, если говорить прямо. Адамның өзі. Біз өзімізге тіпті гарантия бере алмаймыз. Сен бүгін барсың, ертең жоқ болуы мүмкін, дұрыс па? Бірақ анализ бойынша, егер де біз как аналитик бойынша қарайтын болсақ, бұл компанияға, аналитик бойынша, бұл компания өлетін компаниялардың қатарында емес. Өйткені бұл настоящий сетевой маркетинг. Бұның жаңағы бизнес планы классический, классикалық бизнес план. Ондай классикалық бизнес планы бар компаниялар 2-3 бар. Олар уже өмір сүріп жатқандарына, мысалы, eBay компаниясы қаншаға келді? 70-ке келді ма? Oriflame компаниясы нешеде? Ол да бір 60-тан асып кетті. Дұрыс па? Faberlic компаниясы нешеде? 30-дан асып кетті. Сондықтан ол мүмкін емес деп айтам. Өйткені біз кәдімгідей классический сетевой маркетинг. Өліп қалатын ол қаржылай пирамидалар. Олар өліп қалады. Бинарный жаңағы маркетинг планы, бинар 2 аяқты олар, да, шы? Сосын продукциясы, 5-6 продукциясы бар, бадылар көбінесе 5-6 продукциясы. И еще оның бір признагы өте қымбатты продукция. Ол жетімсіз. Мысалы, біздің зубной паста 1000 теңге тұрса, магазинде де жақсы зубной паста солай тұрады ғой? Рас па? Жақсы 1000 теңге тұрады магазинде. Бізде де дәл солай. Қай жерден қаржылай пирамиданы көріп тұрсыз? Жоқ, мүлде. Оның үстіне біздікі табиғи таза, ешқандай химиясыз. Ешқандай жоқ ағзамызға. Менен осы жерде бір әңгіме айта кетейін, қысқаша. Өткенде радионың бір мерейтойы болды ғой, сол уақытта интервью бердік қой екеуміз студияда. Одан кейін сыртқа шыққаннан кейін бір уақытта мен сандуғашты немен айналысып жүргенін былай сырттай білетінмін, жаңағы сетевой бизнес. Одан кейін қалайсың, қалай болып жатыр деді, машина алдым деді, квартира алдым деді, айлығым осындай деген екен. Менің жаңағы
ойым өзгеріп кетті. Мен айналыссам бола ма деп едім. Болады, ешқандай жаңа интернеттің бар, бұл жерде жігіт қыз деп те бөлуге болмайтын шығар енді. Бәрі жігіттер де бар ғой сендерде. Әрине, әрине. Бұл бизнес қой. О бастан бизнес. Кімнің айналысатын сала? Бұл кімнің айналысатын жұмысы бизнес? Айтшы маған. О бастан. О бастан тәуелсіздік адамдар. Еркектерге ғой бизнесте көбінесе біз классический бизнес. Бизнес деген кезде біз баяғыда ер кісі тұрады, я сразу образы. Бұл бизнес қой. Товарооборот бизнес. Бұл кәдімгідей магазин. Сөйтіп қабылдау керек. Мысалға, мен аламда партнер болам биосимен. Мен товарооборот жасасам, маған ол фирма ақша төлейді. Все. Мысалы, жай традиционный магазинде дәл солай жұмыс істеп жатыр ғой. Какой-то бір фирмадан әйел тұруы мүмкін, не важно. Не важно. Бұл мен сұрап отырғандар себебін жігіттердің көбісі сетевой маркетингке келе бермейді ғой, соны айтып жатқаным. Ол біздің қазақтар ғана. Әрине бар қазақтар да бар, бірақ көбінесе почему-то біздің еркектерде сондай бір стереотип қалыптасып қалған, әйелдер ғана жұмыс істеу керек деген сияқты. Ол мына жер кішкене өсу керек, өседі де. Өйткені қазір енді көзіміз ашық, интернет бәрінің қолында тұр. Спокойно ютубқа кіріп, бәрін оқып, біліп алуға болады. Вообще негізі сананы өсіру керек қой, қазіргі современный адам, ол жасқа қарамайды. Сананы өсіре білу керек. Жақсы. Мен ертеңнен бастап, бүгіннен бастап осы бизнеспен айналысамын делік. Мысалға мен не істеуім керек ол үшін? Енді осымен алғышарттарын айтып кетсең. Ең бірінші сен тіркелесің. Тіркелген кезде саған автоматически 33% жеңілдік беріледі. Автоматически. Мысалы, каталогта бір баға, сен үшін просто тіркелгенің үшін саған 33% сразу же скидка беріледі. Болды. Сөйтіп, кіресің, продукциясын тұтыну керек, міндетті түрде. Өйткені сен егерде өзің тұтынып жатпаған нәрсені, сен өзің психологически сұрақ келіп түскен кезде, Данияр, анау қалай, мынау не деген кезде сен жауап бере алмай қаласың ғой. Мы продукты своего продукта дейміз. Продукт своего продукта. Мысалы, сен жаңа маған сұрақ қойдың, мен саған здоровый сердце туралы айтып бердім. Сондықтан міндетті түрде 100% өзіңнің айналысып жатқан жаңағы осының тұтынушысы болу керексің. Тұтынушы боласың, аласың. Көру керек десе өзің. Иә, продукцияны тұтынасың, кейін чатқа қосамыз, ол жерде сабақтар өткізіледі. Саған мен тапсырма берем, мынаны оқисың. Өйткені шарикті өзгерту керек, шарикті. Мына біздің миымыз, бұл да бір компьютер ғой. Ол жерде тоже дұрыс жұмыс жасалмаса, қиын болады, мысалға, жолың жабылып тұрады, жолың болмайды деп көбісі айтады ғой, мысалға. Бұл жерде оқу керек. Ең главный 3 нәрсе бар желілік маркетингте. Бұл адамдарға информация беру, тұтыну және оқыту, орысша. Потребление, приглашение, обучение дейді. Өзің оқисың, басқаларды оқытасың. Бұл нәрсеге. Өзің үйреніп аласың. Иә, Сандуғаш, эфирдің уақытын әрине соза беруге болады, бірақ қазір сен өзің білесің, халық 1 сағаттан артық интервьюларды жары қарай соңына қарай көрмей қалады. Енді ютубта да, жалпы инстаграмда да оны мен көріп жатырмын. Өте қызықты интервью болды деп ойлаймын. Сұхбатты аяқтайық ондай болса. Біріншіден уақытыңды бөліп, осы менің оқырмандарыма, енді өзімнің оқырмандарым сен туралы жақсы біледі, ақпарат бергеніне алғысымды білдіремін. Сөз соңында қысқаша бір тілегіңді айтып кет, енді телевидение сияқты айтып қойық енді. Әрине, қазір мысалға негізі дұрыс айтасың. Әр адам өзі режиссер, өзінің өміріне режиссер, өзіне өзі режиссер. Мінекей телефонды алды, кіріп кетті, инстаграммен өзінің хабарын жасай алады мысалға. Оған ешкім кедергі емес. Сондықтан бұл мүмкіндікті пайдаланыңыздар. Және айтарым сенің оқырмандарыңа, менің оқырмандарыма, Джон Каллинч деген өте керемет психолог бар, америкалық. Сол айтады, сетевой маркетинг – это величайшая возможность в истории человечества.
қазақша желілік маркетинг бұл адамзат тарихындағы ең үлкен мүмкіндік. Бұл рас. Келіңіз, бағыңызды сынап көріңіз. Егер де қолыңыздан келмей қалса, келмей қалуы мүмкін, бірақ өйткені бұл жұмыстарды айтам, бұл лотерея емес. Кейбір адамдар теріс лотерея сияқты келді, ұтып алған, болып қалады, аспаннан ештеңе жаумайды. Сондықтан егерде келіңіз бағыңызды сынап көріңіз, еңбек етіп көріңіз, сіз де мен сияқты бола аласыз. Какой-то 3 жылдың ішінде мен шынымен де өзімнің бүткіл материалдық қаржылай жағдайымды кереметтей қылып алдым. Жерім жоқ, мемлекетке бардым, үй алдым, машина алдым, жаңағы айтқандай жақсы табыс тауып отырмын. Менің командамның бір мүшесі болыңыз, бәрін үйретеміз, көрсетеміз. Тіпті қолыңыздан келмей қалса, сіз жақсы өнімнің тұтынушысы боласыз. Сіз денсаулық аласыз өзіңізге. Үлкен рахмет Данияр саған. Рахмет, Сандуғаш. Енді бұл әңгімелердің барлығын бөтен бір адам айтып жатса, мен де сенбес едім. Енді өзіңнен талай жыл бірге басында әріптес болып бастап, кейіннен дос болып кеттік. Енді сенің аузынан естіп жатқаннан кейін жалпы бұл компанияның өніміне деген менің де қызығушылығым артып отырғанын мен жасырмаймын негізі. Енді болашақта сол компанияда мені де көріп қалсаңдар, таңғалмаңыздар. Сандуғаштың парақшасына жазылыңыздар, менің парақшама жазылыңыздар, лайк басыңыздар міндетті түрде. Сандуғаш, жақсы, келесі кездескенше. Рахмет, Данияр, сонымен айтарым, тағы да айтып кетерім. Мен сен тіркейім. Ал егерде Даниярдың командасына мүмкін кім қосылғысы келетін шығар, Данияр әзірге тұтынушы болады. Қайдан білесің, мүмкін кейін бір жолың болған, бір керемет, сен де бір предприниматель, жаңағы бизнесмен болатын шығарсың. Оны айтуға бұл мүмкін емес қазір мысалға. Сондықтан да кім Даниярдың командасына келсе, мархабат күтеміз. Рахмет. Сандуғаш, жақсы, келесі кездескенше. Рахмет. Мен мынаны қалай аяқтаймын енді? Крестикке басасың. Сенің крестигің ба? Сосын сохранить дегенге бас міндетті түрде. Все. Сохранить в IGTV дегенге басасың. Жақсы, келесі кездескенше достар, сау болыңыздар.